Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге картошка фриді дайындауды көрсетемін. Оған керекті заттарымды алдын ала дайындап қойдым. Бізде картошка ашылған, тұз керек және сұйық май керек. Бұған картошкамызды ұзынырақ қылып тураймыз. Шамамен осындай 1 сантиметрдей қыламыз. Ал енді осылай турап алдым. Бұның суы кету үшін осындай полотенцеге салып кішкене кептіріп аламыз. Май шашырамау үшін. Осылай салып, кішкене кептіруге үстіп қойып қоямыз. Ал енді картошкам кепті. Оларды саламда. Осылай салып, қазір кішкене тұздаймыз. Құрғақ болып кетті. Ал енді кішкене тұз себеміз. Қатты тұзды болғанын ұнатпаймын. Үстіне араластырамыз. Тағы 1-2 минутқа осылай қойып қоямыз кепкен картошкамызды. Енді осылай май құямыз қызып тұрған табаға. Осылай 300 граммдай май құямыз. Қызып тұрған майымызға жайлап картошкамызды саламыз. Ал менің картошка фриім дайын болды. Осындай бауырсақ сияқты болды. Бізге ас болсын.